Қайырлы қадірлі көрермен, Сарыарқаның сарышына қаяз сезіліп, дала төсі ақ көрпе жамылда, қар жауды. Қар демекші, мыңдаған жылдар тәжірибенің нәтижесінде ғалымдар аспаннан жауған әр түйіршік қардың бір-біріне ұқсамайтындығын, яғни әрқайсысының өзіне тән жеке кескіні болатынын дәлелдеген. Көшпелі қазақ көп жылғы тұрмыстық өмірлік тәжірибенің нәтижесінде қарға байланысты да қазақы атауларды қойғанын ұмыт қалдырмасақ екен. Бүгін біз осы тақырып төңірегінде сөз қозғаймыз. Қар табиғаттың әсем жаратылысы. Халқымыздың түсінігінде қыста ауа тазарып, ауру сырқау жойылады, жер құнарланады. Сондықтан қар тазалық, пәктік, нәзіктік нышан ретінде бейнеленген. Халықаралық қар және мұз кеңесі ұйымы қар қиыршықтарын 7 түрге бөліп қарастырады екен. Ал эскимостар қар қиыршығын сипаттауда 24 түрлі сөзді пайдаланса, сам халқы 41 түрлі сөзбен суреттейтін көрінеді. Бұл тұрғыда қазақ халқы да құралақан емес. Жалпы енді біздің осы қазақ атауында әрбір шыққан сөздің этимологиясы болады. Біз қарбалас деген сөздің осы қардың жауынына байланысты айтылған болу керек деп ойлаймын, өз басым топшылаймын, және өйткені оның түбірінде қар бар. Қардың басын қаралар жауып тұрып, қанның басын қанлар шауып тұрып деген мақал бар ғой. Және мына қой деген өте тойымсыз мал. Қазақта семіздікті қойғаннан көтереді дейді. Сонда қойдың өзі айтады екен дейді. Көктемеде бір тоям, шаранаға бір тоям, көбік қарға бір тоям деп. Көбік қарыңыз енді өте бір жұмсақ қар, малдың өзі қарды сағынатын болып тұрған. Сондықтан енді далада көшпелі тірлік кешкен қазақ малмен өмірі байланысты. Соның ішінде ақ бұрқақ дейді, сосын бөрі сырғақ дейтін атаулар бар. Бөрі сырғағыңыз осы ақпанның 17-сі мен 23-нің арасындағы 6 күндік қысқа амал. Бұл қасқырлардың жаңағы үйірге түсетін уақытын бөрі сырғақ деп атаған. Ала қанат қар. Бір аумақта бар, бір аумақта жоқ, бір жерде жұқа, бір жерде қалың қар. Жылбысқа қар. Ери жауған қар. Көбік қар. Жерге түскенде астыңғы қабаты ери беріп, беті көпіршіген жұмсақ қар. Күсет қар. Қалың жауған ұлпа қар. Көртік қар. Беті қатқан, жаяу жүргенде ойылып кететін қалың қар. Қасат қар. Ұзақ жатқан қалың қар. Қырау. Тоңазыған дымқылауаның шөпке немесе ағашқа, терезеге қар тәрізді ағарып қонған түрі. Кейбір елдерде 4 маусым деген түсінік жоқ, яғни әлемдегі адамдардың тең жартысы қарды әлі көрмеген деуге болады. Адамзат тарихындағы ең үлкен қар қиыршығының диаметрі 12 сантиметр болыпты. Ал 1944 жылы 30 сәуірде Мәскеуде адамның алақанымен бірдей қар қиыршығы жауған екен. Бұл енді қарға байланысты атаулар өте көп қазақта. Қардың жауғанға дейінгі, жауғаннан кейінгі атаулары қазір енді көбі ұмыт болып бара жатыр. Бірінші жауған қар ұлпа қар, үлпек қар деп атайды. Бірінші жауып бірден қалың жауған қарды омбы қар дейді. Ол әлі қатпаған қар. Жауып тұрған көрінісіне байланысты жапалақ қар дейді. Жапалақ қарыңыз енді жай жауады, бірақ түйіршігі қалыңдау қар. Қапалақ қарыңыз тез-тез жауған, жаңағы түйіршігі оның да қалың болады, ол қапалақ қар. Содан кейін жаңағы жауған көрінісіне байланысты тағы да тоңғақ қар деп те, сілбі қар деп те аталады. Сілбі қарыңыз жабысқақ қар. Мына балалардың аққала жасайтын қары сол сілбі қар. Қалыңдығына байланысты қой тұяқ қар, тай тұяқ қар, түйе табан қар деп те атайды. Сонымен қатар тобық қар, тобықтан келетін қарды. Жалпы қазақтың тірлігінде 4 мезгілге байланысты атаулар өте көп. Мен енді білгенімді айттым деп ойлаймын. Мұздақ қар. Үсті мұз торлаған, көкшіл түсті, беті жылтыр сырғанақ қар. Сонар қар. Алғаш жауған қалың қар. Сүрі қар. Ерте түсіп ерімей, қыс бойы қалыңдаған, топырақ сіңіп беті күлгін тартқан нағыз қар. Үйме қар. Боранды жел сырғытып, бір жерге тау төбе үйілген қар. Үрме қар. Жел үрлеп, жинақталған нағыз қар. Қырбақ қар. Жұқа жауған қар. Еспе қар. Ақпа, сусымалы, бос, борпылдақ қар. Қар жауған кезде жылдамдығына байланысты түрлі әуен шығарып, әндететін көрінеді. Өкінішке қарай, адам баласы ол дыбысты ести алмайды. Есесіне, енді сіз қарға байланысты қазақы атауларды білетін боласыз.